Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны, ойшыл ақыны, ағартушысы. Оның шығармалары халықты адамгершілікке, білімге, еңбекқорлыққа, сабыр мен талапқа не істейді екен? Тәрбиелейді екен. Абайдың өлеңдерін оқып үйреніп жатыр, иә? Жаңа айттық. Әрбір өлеңінде Абайдың неге шақырады бізді? Білімге шақырады, еңбекке шақырады, иә? Абайдың шығармашылығындағы қазақ шығармашылығы ол барлығы бізді неге шақырады екен? Білімге, еңбекқорлыққа шақырады екен. Абайдың шығармашылығы қазақтың халқының қолына енген екен. Әрбір қай өлең оқысаңдар да болады. Еңбек ет, білімді бол, жақсы бол, жаман әдеттерден аулақ бол. Ал қандай өлең білеміз біз? Таппай, мақтанба, орын таппай. Барлары шаттанбай, ойлап басқа көруге, еш нәрсеге асық бол, еш нәрсеге ғашық бол. Адам болар десең, сілтелеу өмір алдында, оған қайғы жесең, еншік кеткен мал шашпақ. Неге шақырып тұр бізді? Білімге, еңбекке. Не болмауымыз керек? 5 нәрсеге ғашық бол, 5 нәрседен асық бол дейді. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ дейді, мал шашпақ. Абайдың 45 қара сөзі бар. Ол 45 қара сөзінің барлығында да адам сендерді оқушыларды неге шақырады? Білімге, адамгершілікке, еңбекқорлыққа, надандықтан аулақ болуға шақырады екен. Адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады дейді. Яғни ақыл мен ғылым табыс кілті. Ақылды болсаң, білімді болсаң, не істей аласың сен? Биіктерден көріне аласың. Бастық та бола аласың сен ақылды болсаң. Ақылды болсаң сен бүкіл әлемді аралап, осы Қазақстанға бір пайдаңды не істейсің? Тигізеді екенсің. Қандай елдерде болған? Мектеп аудан орталығында болған. Бізде мұндай көп мектеп, әр жерде бір мектеп салына беріп, қазіргі заман біз бейбітшілік заманда өмір сүріватсыңдар. Қазіргі мектеп бәрі бар. Ал ол кезде мектеп әр ауылда, шет жерлерде болған. Сол кезде жаңағы балалар интернатта үйлеріне кетіп, әсіресе қойшының балалар қысы-жазы интернатта жатып оқыған екен. Еңбекке шақырады. Міне, әрбір адам кіргіш былай қарайды. Мысалы, біреуің жазушы боласыңдар, біреуің президент боласыңдар, біреуің әкім боласыңдар. Бірақ барлықтарына не керек екен бірінші? Білім. Сол білім. Абайды әрбір өлеңі неге шақырады екен бізді? Білімге, еңбекке шақырады екен. Абай Құнанбаев жазғы дұры қалмайды ықыстың сөзі, масатыда көпіра жердің жүзі, жан жануар адамзат анталаса, ата-анада елжірер күннің өзі. Түйе боздап, қой боздап, қорада шулу, көбелекпен құстарда сайда ду-ду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұранда бағады су. Кемпір шал су ағызып бала шулар, мал масатсы қуаны бауына қуар. Жыршы құстар әуеде өлең айтып, қиқыл салар көлдегі қазыны құлар. Абай Құнанбаев аш қарын судан ала майла ішемей, тоқ тұра алмас дәмдіден дәмдіземей. Бір тойған шала байлық деген қазақ, ет көрінсе қайтеді күйші үйірмей.